Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Аркен, және бүгін біз Лига 1-дің 11 ойыншыны жинайтын боламыз. Ал енді ішке кеттік. Бізде әрине де ең бірінші шығып тұратын ол схемалар. Мына жерде біз 4-3-3 схемасын таңдайтын боламыз. Капитанда бізде кім болады екен көрейік. Бізде екі попытка болады. 4 лайк болса жалғасын түсіремін. Және мына жерде икона бар, және де икона бар, сондықтан иконаны таңдаймыз. Лига 1-дің ойыншысы жоқ. Так, мына шетте де жоқ. Решфорд таңдаймыз. Стерлинг, скорс жақсы екен. Бізге әзірше әлі ешқандай Лига 1-дің ойыншысын шығарып жатқан жоқ. Барлығы итальяндық сондайлар. Мұнда да жоқ секілді. Мұнда да жоқ. Әлі бір Лига 1 ойыншысы жоқ. Отаменди. Магуайр таңдаймыз. Так. Бойнат. Адриасола, және де вараттар бізде Кепа. Бізде Лига 1 емес, АПЛ шығып жатыр. Бір Лига 1-ның ойыншысы жоқ. Так. Барлық составты жинағанда көрсететін болады. Достар, бізде тек қана 3 Лига 1-ның ойыншысы шықты. Енді екінші попытка. Қайтадан бастаймыз. Достар, бізде осындай тек қана бір, екі ойыншы Лига 1-ден, қателеспесем. 3 екен. Кешіріңіздер достар. Енді осы драфттың пактарын ашатын болам. Достар, фуд драфттың пагына бізге Райкард икона шықты. Енді годный икона. Достар, бұл видеоны лайк басып, комментария жазып, бұл каналға жазылып кетіңіздер. Ең бастысы колокольчик. Сол колокольчикті бассаңыздар, менің шыққан видеомды ең бірінші көре аласыздар. Ал бұл видеоның астына 4 лайк болатын болса, мен деген осындай фуд драфттың жалғасын түсіремін. Ал 5 лайк болса, сәлем көршіні түсіретін боламыз. Сіздермен болған мен Аркен, сау болыңыздар.